Тиімділік дегеніміз ол нәтиже санын шығын санына шаққанда сол тиімділік. Мысалы, егер машинаны алатын болсақ, мысалы бұл қазір машинаға келейін. Ал нәтижелік деген ол нәтиженің санын уақытқа шаққанда. Сол нәтижелік. Мысалы, сен машинеде отырғанда сұрайсың, сен машина қанша шақырым жүреді сағатына? Сен айтасың, менің машинам 200 шақырым сағатына жүреді деген, ол сен машинаның нәтижелігін көрсетіп жатырсың. Қанша нәтиже? 200 шақырым бір сағатына. Продуктивность бұл, Ол результативность немесе продуктивность дейді. Ол нәтижелік. Ал тиімділік деп сұрағанда сен былай айтасың, менің машинам 100 шақырымға 9 литр бензин жағады. Сонда 9 литр бензиннің ақшаға шаққанда мен айтам, сенің машинаң жақсы екен, ананың машинасы 15 литр жейді екен. Ақша шақ келмейді, ондай машина ұстауға. Сенің машинаң дұрыс екен, сені кінәлайын деп, сонда мен тиімділік жағынан қарап таңдаймын машинаны. Сондықтан бұл өмірде нәтижелік ешқашан жақсы нәрсеге әкеп соқпайды. Нәтижелік деген мына нәтиженің ол жаңағы тайм менеджменттің нәтижелікте істелінген нәрсе тайм менеджмент. Мына жастардың қателігі бұл жерде былай, нәтижелік пен тиімділіктің екі арасы тағы да қалай білінеді. Мысалы, жастардың көбісі асығады, асыққаннан кейін көп жұмыс істегісі келеді, көп жұмыс істегісі кейін тайм менеджментке келіп тіреледі. Тайм менеджмент деген ол уақыт басқару дейді. Уақыт басқаруға мен айтам, ол жалған сөз, уақытты басқаруға болмайды. Бәрімізде 24 сағат 365 күн, 7 күн 7-сіне оны басқара алмайсың. Сен тірі кезіңде уақытың бар, кетіп қалсаң уақытың жоқ, бітті. Ол жерде цифрлық экономика сияқты 1-0. 1-0, немесе 0 уақыт жоқ, біресе 1 уақыт жеткілікті. Сондықтан уақытты басқаруға болмайды. Адамдар не істейді, жастар? Өздерінің тиімділігін нәтижелігін арттыру үшін олар бір уақыт мезгілге көбірек жұмыс тығады, көп жұмыс істегісі келеді. Сондықтан ол не нәрсеге әкеп соғады? Ол келеді, уақыт келіп өзінің отбасыңнан, достарынан, не өзінің хоббиіңнен уақытты жеп қояды. Жастарта бастайды уже. Иә, жеп қояды. Сонда сен күніне 14 сағат жұмыс істейсің, 16 сағат жұмыс істейсің. Жұмыстың бір қасиеті, жұмыс ешқашан бітпейді. 24 сағат жұмыс істесең де бәрібір бітпейді. Сонда ол келіп аварияға әкеп соғады. Мысалы, машинаға отырып 200 шақырым бассаң газды сағатына, әрине сен де келіп аварияға соғасың. Ертелі кеш, ертелі кеш аварияға түсесің. Аварияға ұшырайсың. Ал енді тиімділік көздейтін адамдар, олар бақыт жолында жүрген адамдар, олар тиімділікті көздейді. Бақыт жолында жүрген адамдар, олар нәтижеліктің көптілігін іздемейді, олар ол әр нәтиженің бағасына, не шығынына қарайды. Өйткені біздің энергиямызда ол да бір ресурстың бір түрі ғой. Егер бір жұмыс істегенде сен тек қана оның ақшалай шығынына қарамайсың, ол сенің уақытың ресурс ретінде санайсың, сен өзің энергияңды, күш-қуатыңды ресурс ретінде санауың керек. Сонда ойлайсың, бұны істеп қайтем, бұл жоқ, маған бақыт әкелмейді деп. Сонда сен өлшеп отырасың, ылғи өлшеп отырасың. Мен мынша жұмсаймын, мынау ақшалай, энергиялай, уақыттай ресурстарымды мынаны аламын. Мынау тұратын нәрсе ме, тұрмайтын нәрсе ме деп сөйтіп жүресің да, сонда сен бақытты сезінесің. Сондықтан нәтижелік пен тиімділік ол өте екі бұрышта тұрған түсінік. Нәтижелікті қуған, әсіресе мына жастар қуады, нәтижелікті ол өте жаман, қауіпті нәрсе. Тек қана бұл өмірде тек қана тиімділікті қуу керек. Өйткені бұл өмірде ең қымбатты нәрсе ол уақыт емес, көп ойлайды уақыт деп, уақыт емес. Бұл өмірде ең қымбатты нәрсе ол күш-қуат, энергия. Өйткені сен уақытың сен тірі кезіңде бітпейді, а күш-қуатың бітіп қалады. Кейде сенің планыңда болады, кейде сенің бәрі неңді істейтін жұмысыңда болады, бәрі болады, бірақ күш-қуат болмайды, бітті. Сенде ешқандай уәждеме жоқ, жатасың, ынтаң жоқ, жатасың диванда, ештеңе істегің келмей кетеді. Неге? Өйткені күш-қуат жоқ. Және де мен байқағаным, бұл жерде күш-қуаттың маңыздылығы неде? Бұл өмірде мынандай асимметрия бар да, жақсы нәрсені жасау үшін күш-қуат керек. Жаман нәрсені жасау үшін күш-қуат керек жоқ. Мысалы айталық, егер мен бір керемет нәтижелікке жетудің тағы бір жолын көрсетейін, бірақ ондай қолданбаңдар. Мысалы, 100% гарантия берем. Егер мен сендермен төртеуіңмен қарым-қатынасымды бұзғым келсе, мен 100% нәтижеге жетемін. Ал сендермен жақсы қарым-қатынас орнату үшін оған гарантия жоқ, оған күш-қуат керек. Түсін ғой? Жақсы нәрсені істеу үшін бұл өмірде күш-қуат керек. А жаман нәрсені істеу үшін күш-қуат керек жоқ.
Оңай. Бірдеңені істеу үшін күш қуат керек, бірдеңені бұзу үшін күш қуат керек жоқ. Және қараңдаршы, мысалы айталық, сен келіп маған, мысалы бір адам келді маған компанияда айтады, мына Мейірбек жақсы адам, керемет адам, осылай деп. Мен не ойлаймын? Бұл әр адамның психологиясы. Мен ойлаймын, сен өзің кімсің? Біреу туралы айтатын. Келіп маған біреу туралы рекомендация бересің деп. Бұл психология ішкі сөз. Сосын басқа адам келеді айтады, аға сіз білесіз бе, Мейірбектің бір кішкентай недері бар, енді өтірігі бар, сосын несі бар деп бір жамандап кетсем, мен бұл туралы ойламаймын. Мен бұл адамның репутациясын сынға салмаймын. Мен сразу ойлаймын, Мейірбек мынандай екен ғой, бәсе, боғы шығып қалды екен ғой деп сөйтіп жүремін да. Ол неге? Өйткені адамның психологиясы жаман нәрсені тез қағып аламыз да, жақсы нәрсені бізге жеткізу үшін біз адамның репутациясын сынға саламыз. Сондықтан күш қуат не үшін керек? Күш қуат жақсы нәрсені бұл өмірде жақсылықты істеу үшін. Ал егер қараңыз, сендер егер күш қуаттарыңды басқара алмасаңдар, онда сендер жаман адам боласыңдар. Өйткені күш жоқ. Күш жоқ болғаннан кейін сен грубиян боласың. Жатып алып жаман комментарий жаза бересің. Мейірімді болмайсың, кішіпейіл болмайсың, сосын біреудің көңіліне қарамайсың. Сондай сен мінезің жаман болып кетеді резко. Өйткені сенің күш қуатың жоқ. Мінездің жамандығы ол адамның энергиясының дефицитін көрсетеді.